Балалар, біздің қазір жыл мезгілі қандай? Өте тамаша. Қыс айында бізде неше ай болады? Қанеке маған балалар атап беріңдерші мезгілдер. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Өте тамаша балалар. Ал бір аптада неше күн бар бізде? Соны жаңағы дауыстап айтамыз. Неше күн? Жеті күн бар. Өте жақсы. Балабақшаға неше күн келеміз? 5 күн келеміз. Апта күндерін атайсыңдар ма? Қанеке атаңдаршы? Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Өте жақсы. Неше күн біз демаламыз үйге? 2 күн. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Балалар, мен сендерге тапсырмаларым бар. Ендеше біз келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, біздің бірінші тапсырмамыз. Мына бұл жерде бізде не көріп тұрмыз? Сандар, яғни дұрыс па? Енді қанеке санайықшы? 1, 2, 3, 4, 5. Өте жақсы. Енді біз 5-тен 1-ге дейін кері санаймыз. 5, 4, 3, 2, 1. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Қанеке, Диас ортаға келе ғой шығып. Мінеки, балаға былайынан тұрып санап берші, қанеки, басын көтеріп. 1, 2, 3, 4, 5. Өте жақсы. Қанеки, кері санай ғой енді. 5, 4, 3, 2, 1. Өте жақсы, тамаша. Орның отыра ғой. Кел санайым ортаға, кел. Санай ғой. Қане, балаға былайынан қарап тұр. 1, 2, 3, 4, 5. Кері санай. 5, 4, 3, 2, 1. Өте жақсы, жарайсыңдар. Қанеке, Тамерлан санайым дейді. Ортаға келе ғой, Тамерлан. 1, 2, 3, 4, 5. Өте жақсы. 5, 4, 3, 2, 1. Өте жақсы жарайсың балалар. Енді балалар қараңдар, бізге осы сандарды санадық тура және кері. Енді біз қазір келесі тапсырмамыз сандарды көкөністер мен жемістермен сәйкестендіру. Дайынбыз ба? Бұл жерде қараңдар, нелер тұр? Көкөністер мен жемістер, дұрыстасыңдар. Енді мына қатарда бізде сандар тұр. Осы жерде қазір мына жүктерді алып, не істейміз? Сәйкестендіреміз. Ортаға жаңағы шықпаған. Кел, Алихан келе ғой. Мына жүкті алып, жаңағы бір санымен осы жердегі көкөніс пә, жеміс пә тұрған соны сәйкестендіреміз. Өте жақсы. Ал мен ұстай. Тамаша. Қанеке балалар, дұрыс жасады ма? Жақсы, орнына отыра ғой. Келесі келеді. Арыстан келе ғой. Екі санын сәйкестендіреміз. Екі саны қане? Өте жақсы. Бұл не бізде? Қазақша қалай болады помидор? Қанеке балалар, көмектесейікші? Қызанақ. Қызанақ. Түсі қандай? Түсі қандай? Қызыл. Пішіні қандай? Өте жақсы. Тамаша, орның отыра ғой. Келесі келеді. Бізге Алишер келе ғой. Алишер. Ал бізге 3 санын сәйкестендіріп бер. 3 саны қане бізге? Көрсетші. 3. Бұл не бізде балалар? Алма. Алишер, алма бізде жеміс пе, көкөніс пе? Жеміс. Дауысын шығара ғой. Жеміс. Пішіні қандай? Алма түстері қандай болады? Айтып берші, осы жерде қандай түстері бар? Сосын? Жасыл. Тағы да қандай? Сары. Сары қазақша айтамыз. Өте жақсы.
тамаша. Рахмет, орныңа отыра қой. Келесі маған келеді. Кел, Нұрислам келе ғой. 4 саны қане көрсетші, 4 саны. 4 саны. Енді, осыны сәйкестенді. Өте жақсы. Бұл не бізде? Нұрислам. Мынау не тұрған бізде? Қиян, өте жақсы. Көкөніс пе, жеміс пе? Көкөніс пе, жеміс пе? Жеміс өте жақсы. Тамаша, түсі қандай? Басыңды көтеріп қара ғой. Өте жақсы, рахмет. Отыра ғой. Али келе ғой. Али соңғы санды сізді. Бізде соңғы сан қандай? Алиханна қандай сан? Айта ғой. Мынау қандай сан? 5. Даусын шығарып айта ғой. 5. Жақсы. Ал енді осы сан. Қане біздеки? Жақсы, мына жерде ұзын болғандықтан байлап жасап қоямыз, иә? Бұл нелер бізде, балалар? Нелер суреттеледі? Балалар, енді келесі тапсырмаға көшеміз. Дайынсыңдар ма? Келесі тапсырмамыз гүлшоғыр деп аталады, иә? Ендеше біз мынау табандарға баса отырып, секіріп, әр табанға басып, не істейміз? 1, жаңа 2 деп осай-осай гүлшоғырларын жинаймыз. Түсінікті ма балалар сендерге? Жақсы жиналған гүлшоғыр саған бересіңдер. Әнеки бізде бірінші бастайды. Диас, Диас шыға ғой. 1, 2, 3, 4, 5. Өте жақсы, тамаша. 1, 2, 3, 4, 5. Өте тамаша, жарайсың. Орныңа тұра ғой. 1, 2, 5. Өте жақсы. Ала ғой. 4. Өте жақсы. Даусын шығара ғой. 4. Келесі. 3. 2, 1. Өте жақсы. Мен қазір мынау дөңгелектерге, түстерге секіремін. Реттілікті сақтай отырам, мұқият қарап, мен секіргенде қайталайсыңдар соңынан. Жақсы ма? Кәнеки, ендеше Тамерлан бірінші тұрған екен. Тамерлан маған қарап ал. Мен қалай секірем, соны соңынан қайталайсың. Жақсы ма? Бірінші қарап ал, мұқият. Барлықтарымыз қарап тұрамыз, қыздар балалар. Ал, енді сен қайталай ғой. Өте жақсы. Келесі, Алишан келе ғой. Алишан. Келе ғой, Алишан. Өте жақсы, орнына тұра ғой. Нұрислам келе ғой. Нұрислам, ал енді мұқият қарамаған. Әли менің соңынан қазір қайталайсың. Мұқият қарамаған, жарай ма? Қайталай ғой. Өте жақсы. Айлана келе ғой. Айлана кел. Ортаға тұра ғой. Мен саған қазір көрсетемін, қайталайсың соңынан, жақсы ма? Келесі.
жақсы. Сіздер азырақ келе ғой. Азырақ тұра қойыңыз. Әнеке, ал алдыдан қарайды сондай. Мен сендерді екі топқа бөлдім. Екі топта мына бұл жерде қараңдаршы балалар, мен сендерге жасырын кейіпкерлерді қойдым. Осы жердегі бұл кейіпкерлер ертегі кейіпкерлеріне. Алдымен сендер құрастырып аласыңдар. Содан кейін барып, қай ертегі екенін айтып бересіңдер. Жақсы ма? Балалар, мына бұл жерде де сендерге сондай. Бұл осы кейіпкерлерді құрастырамыз, қай ертегі екенін айтамыз. Жақсы ма? Бірінші бастап құрастырып аламыз. Ал бастадық қанекей. Мына жерде қыздар. Дүкен, өте жақсы. Бұл қай ертегі балалар бізде? Естеріңе түсіріңдерші? Қыз мысық. Мақта қыз бен мысық. Ал мысық бірінші қайда барды? Көмек сұрап. Өте жақсы. Одан кейін ағашқа. Одан кейін қыздарға. Қыздардан кейін қайда барды? Дүкеннен кейін тауықтарға. Дұрыс айтасыңдар. Кейін ең соңында қайда барды? Кім не көмектесі? Тостан. Молодец, өте жақсы, жарайсыңдар. Балалар, қанеки, мына кейіпкерлерді айтайықшы, мынау не? Қоян, тышқан, күлкі, аю. Өте жақсы, бұл қай ертегі балалар бізде? Үйшік ертесіне балалар қанеки, қай кейіпкер бірінші келді? Тышқан. Сосын Қоян, түлкі келді. Қасқыр, ең соңға келген аю. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Сендер жаққа қандай сан қарайды? Мысалы, екі қараса, ендеше сендер екі шаршының қасына келіп тұра қойсыңдар. Жақсы ма? Жақсы, бастаймыз. 1, 2, 3. Бір саны келіп жүгіреміз. Өте жақсы. 1, 2, 3. Қандай сан түсті балар? 2. Өте жақсы. 2-ге тұрамыз. Тағы да бірлеп ойнайық. Келесі топ ойнайды. 4 қайда тұрып бізде қайда? Өте жақсы. 1, 2, 3. Қандай сан түсті? 5. Қайда 5 бізде? Өте жақсы. Ал қанеки тағы да енді жинап тұрамыз. Қандай сан түсті? 2. Қайда бізде 2 қайда? Өте жақсы. Ал тағы да 1, 2, 3. Қандай сан түсті? 4. Өте жақсы, 4. Жарайсыңдар балалар. Сендерге соңғы тапсырма, логикалық сұрақтар қойылым деп отыр. Енді мұқият тыңдаймыз, жақсы ма?
Балалар, қараңдаршы, маған ана дүкеннен 2 доп әкелді. Бұл доптың біреуін мен Маликаға сыйлағым деп отыр. Менде қанша доп қалды қолымда? Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Мынау ненің суреті бізде? Қолдың суреті. Бір қолда неше саусақ бар сонда? 5, жарайсыңдар, 5 саусақ. Енді қараңдар балалар, ағашта 5 құс отыр еді. 5 құстың бізде 2-і ұшып кетті. Неше құс қалды? 3-і қалды. Өте жақсы, жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі біз оқу әрекетінде Алишер қандай тапсырмалар жасадық? Кәнеки, есімізге түсірейікші. Бірінші тапсырмамыз бізде қандай болды? Нелерді санадық бізде? Кәнеки, атымызға қарайықшы, есімізге түсірейік. Сандарды қалай санадық біз? Тура және кері санадық. Оларды немен сәйкестендірдік біз? Жақсы, жемістермен, көкөністермен сәйкестендірдік. Келесі тапсырма бізде қандай болды балалар? Біз не жинадық аяқ арқылы секіру? Не жинадық? Гүл шоғырларын жинадық. Одан кейінгі тапсырма бізде қандай болды? Есте сақтауда біз не істедік? Кәнеки, қараңдаршы, мына жерде не қылдық? Төстерге секірдік. Дұрыс айтасың. Келесі тапсырма бізде қандай болды балалар? Шашыны лақтыру арқылы түскен санға секірдік. Өте жақсы. Ал жаңағы соңғы қойылған нелер бізде? Логикалық тапсырмалар, я? Жақсы, өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сендердің оқу әрекеттеріне рахмет. Сондай белсенді қатысқан үшін сендерге мынандай жұмысшалар таратамын. Өте жақсы балалар. Сендерге көптен көп рахмет балалар. Бүгінгі оқу әрекеттеріңе. Қайырлы күн. Балауса бөбекжай бақшасының тәрбиешісі Мұқанова Асемгүл Құмантаевна. Оқу әрекеті бүгінгі өткізілген ересек тобы жұлдыз болды. Балалармен бүгінгі таңда шығармашылық, танымдық және де құрастыру, сөйлеуді дамыту. Осы оқу әрекеттерін кіріктіре отырып, балалармен жұмыс жасалды. Ол жұмыстарда мақсатым балалардың шапшаңдығын, қызығушылығын санай отыра, жаңағы реттілікті барлығын сақтай отыра, осындай мақсат болу еді. Сол мақсатында балаларға тапсырмалар болды. Тапсырмалар алдында қолданылған технологиялар Васкович ойын алаңы және де ойын тәсілдері болды. Балаларды бірінші көңілді қарсы алу болды, көңіл күйлерін көтеріп, одан кейінгі балалармен сөйлеуді даму кетті. Сөйлеуді дамытуда балаларға сұрақтар қойылды. Балалар сол сұрақтарға нақты және де қызығушылықтарын таныта отыра жауап берді. Ол жерде апта күндері және де жыл мезгілі, қазіргі жылдың қандай мезгілі екені, айлардың аттарын атап өтуді, балалардың барлығы сондай белсенділік танытты. Келесі тапсырмада бізде коврограф алаңында жұмыс жасалды. Коврограф алаңында балалар 1-ден 5-ке дейін санау болды. Және де ол санау тура, кері санау өтті. Одан кейін балалар сол санаған сандарын көкөністермен, жемістермен сәйкестендіру болып өтті. Балалар сондай қызығушылық, белсенді болды. Одан кейінгі тапсырма гүл шоғыры болды балалардың тәрбиешіге сыйлау. Ол жерде тек қана балалар гүл шоғырын жинап қана қоймай, іс әрекетмен секіріп отырып, жаңа қимылды қозғалыспен жүре отырып, балалар санай отыра тәрбиешіге гүл шоғырларын жинап берді. Келесі тапсырмада балалардың реттілікті сақтай отыра. Ол жерде де тәрбиешінің қайталағанына мұқият қарап отырып, кейін соңынан қайталап беру. Түске тоқталып кетіп, және де реттілікті сақтай отыра сондай жұмыстар болды.
Осы жерде балалар өте белсенді болды. Өйткені еркін қимылдары барлығының сондай балалар өздерін еркін ұстады. Келесі тапсырмада балаларда бізде болғаны логикалық сұрақтар. Логикалық сұрақтарда балалар әрине отырып бір жерде жаңағы тәртіпті сақтай отыра логикалық сұрақтарға жауап берді. Одан кейінгі тапсырмада бізде балалар ортаға түскен шаршыны лақтыра отырып, жаңа ортаға тәрбиеші тастап, одан кейінгі балалар түскен санды атай отыра, жаңағы жан жағымызда тұрған кубикпен сол жерге бір жерге топтасу болды балалардың. Балалар ол тапсырмада өте белсенді қатысып орындап шықты.